Қазалы ауданында 31 білім ошағы жаңа оқу жылын қашықтан оқыту форматы бойынша бастады. Ал бала саны 100-ге жетпейтін 6 мектеп дәстүрлі түрде білім беруде. Оқулық мәселесі шешілген, аз қамтылған және ерекше білім беруді қажет ететін 500-ге жуық оқушы электронды құрылғылармен қамтамасыз етілді. Жаңа оқу жылының басты ерекшелігі мектеп оқушылары карантинге байланысты 1-тоқсанда онлайн өткізеді. Тек 1 және 4 сынып балалар үшін арнайы кезекші класстар ашылды. Әрине, ең бірінші кезекте санитарлық талаптар қатаң сақталуы тиіс. Ал арнайы мониторингтік топ қашықтан оқытуға байланысты зерделеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде онлайн оқуға мүмкіндігі жоқ оқушылардың саны анықталып, оларға компьютер мен планшеттер берілді. Ауданымыздағы білім беру ұйымдарында білім алатын білім алушылардың қашықтан оқыту үшін қажетті электронды құрылғылары мен олардың интернет желісіне қосылу мүмкіндігіне байланысты мониторинг жүргізіліп, нәтижесінде қажеттілікке сәйкес электронды құрылғыларды білім беру платформаларына қосылуға, дезинфекциялық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге аудандық бюджеттен тиісті қаржылар бөлініп, заттар алынып берілуде. Балаларға сапалы білім берумен қатар саналы тәрбие беру мәселесі әр кезде де өзекті. Жаңа оқу жылында еліміздің жалпы білім беретін мектептерінде құндылықтарға негізделген білім беру бағдарламасы іске асырылатын болады. Жаңа оқу жылы қарсаңында педагогтардың басын қосқан аудан әкімі ұрпақ тәрбиесіндегі ұстаздардың рөлі айрықша екендігін айтты. Сондай-ақ онлайн оқытуда оқушыға тапсырма беріп қана қоймай, әрбір баламен жеке жұмыс істеуге шақырды. Себебі сабақ үлгерімі төмендеп кетпеуі тиіс. Жиын соңында білім саласының үздіктері марапатталды. Жаңа оқу жылындағы ең жағымды жаңалық Ержігіт Бозғұлов атындағы нөмір 249 мектеп лицей облыстағы үздік орта білім ұйымы атанып, 17 миллион теңге қаржылай сыйақыға ие болды. Ал Қорқыт атындағы Қазалы аудандық балалар музыка мектебінің директоры Сәукен Әліш Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталды. Құрмет төрінен көрінгендердің қатарында Абай атындағы нөмір 90 орта мектебінің мұғалімі Жақсығұл Түрікпенәлі де бар. 25 жылдық тәжірибесі бар білікті педагог білім және ғылым министрінің құрмет грамотасына ие болды. Осы 25 жылда мен осы үлкен жетістік құрмет грамотасын иеленіп отырмын білім министрлігінің. Бұл мен үшін үлкен қуаныш. Әрине бұл құрмет грамотасы оңайлықпен келген жоқ. Мен үшін ерен еңбектің арқасында келді деп ойлаймын. Сондықтан ізімізден еріп келе жатқан жас буынға айтарым, еңбек керек, іздену керек, табысқа жету үшін тер төгу керек аянбай. Мынау елдегі ахуалға байланысты, елдің ішінде болып жатқан жағдайларға, қиындыққа қарамастан оқушы мен ата-ана арасындағы байланыс, мұғалім мен ата-ана арасындағы байланыс үзілген жоқ. Иә, мұндай марапат мұғалімдердің мерейін өсіріп, мәртебесін арттырары сөзсіз. Әкім Нұржотаев, Бауыржан Қожамұратов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.